Қайырлы таң, достар. Бүгінгі сәрсенбі күні қазір таңертеңгісін тұрып жұмысқа барайын деп жатырмын. 6-дан 15-ге дейін деп тұрдым. Міне қазір таңертеңгісін өзіме бір қасық қара зере майын ішемін. Қара зере майы Турцияда дайындалған. Бұның құрамында омега-3, омега-9, омега-6 бәрі бар. Тимохинон деген несі 15%, холодный отжиммен жасалған, ішуге өте дәмелі, ешқандай несі қышқыл дәмі жоқ, чуть-чуть қара зере майының дәмі болады. Сонда қазір міне бір ас қасығын ішіп тілімнің астында бүйтіп ұстаймын. Кішкене етімді жұтып жібердім. Енді қазір бір 20 минуттай кішкене жүрем, сосын биобаланс ішем. Биобалансқа мындай су алдым. Бұл биобаланс деген бұл фульвогумин қышқылдары. Фульво деген бұл клеточным уровне істеледі. Иммунитетке, организмді баланста ұстауға арналған. Менің жасым 61-де, қазір жұмысқа бара жатырмын. Мен бухгалтер емес болып істеймін. 7-8 сағат жұмыста тапжылмай отырам ғой, компьютерде отырам, жоқ шаршамас үшін міне 15 капледан ішем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 капля жібердім. Бұны шаршамас үшін, организмді баланста ұстап тұру үшін, иммунитетімді көтеру үшін. Бұл жаңа фульвогумин қышқылдардан тұрады. Фульво деген клеткеге әсер береді. Клетканың ішінде вирус, аномнаулар болады, инфекциялар болады. Соларды шығарады да, гумин келіп, витаминдермен толықтырады. Бұның құрамында фульвогумин деген бұл органика, ферменттелген, низкомолекулярный, ағзаға тез кіреді. Сосын бұл деген ішінде торфтан алынғанға, кәдімгі өзіміз топырақтан алынған міне осындай қара түсті болады. Ешқандай дәмі, ештеңесі жоқ, ешқандай побочныйлері жоқ. Эффект даже бұны онкологияларға после реабилитация химиотерапиядан кейін ішеді екен. Мен для профилактики өзім 15 каплядан ішем. Мынау менің уже 4-ші биобалансым ұмытып қалдым. Мен бұны Витаглу деген өніммен бірге бөліп ішем. Уже бұны ішкеніме уже 2 айға жетіпті. Мынаның ішінде 100 миллиграмм ғой, мынаның ішінде 100 миллиграмм. Соны 2 айға жетеді. Енді міне осы біткеннен кейін Витаглуымды ішем. Витаглу ол памятке, көздің көруіне, жаңағы ағзаны тазартуға болды. Оның құрамында астаксантин деген бар. Астаксантин ол табиғи жаңағы өзіміздің коллагенімізді бөлуге арналған зат. Міне қазір немді жұтып қойдым, кішкене жүруім керек, мынада өзі сіңу керек, мына жерге барып, өзінің жағын бәрін емдейді. Бұл қара зере майы 99 ауруға ем. Хадисте жазылған, өлімнен басқасының бәріне ем. Сондықтан да осы 2 өнімді менің жасымдағы адамдар осы өнімдерден бірінші негізінде біздің сат компаниясының хлорелла мен соңғыладан бастаңыздар. Менің соңғыла мен хлорелла ішкен видеом бар. Енді мен соңғы кезде осы 6 ай іштім да, ол екеуін, содан кейін мен осыларға көшіп кеттім. Мынау екінші рет ішіп жатырмын мені қара зере майын. Ал таңдарыңыз қайырлы таң болсын, дендеріңіз сау болсын, менің YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. Қазір міне кішкене жүрем, содан кейін мынаны ішіп барлығы бір жарты сағаттан кейін таңғы асын ішем.